Бұл қазақ халқымыздың ұлттық ойыны тоғызқұмалақ. Оны мен бала кезімнен атамнан үйрендім. Бұл біздің отбасылық ойыны. Атадан қалған мұра етіп саған бергім келеді. Мен мектепшілік, аудандық, тіпті облыстық жарыстарда жеңімпаз атанған едім бала кезімде. Сен менің жолымды жалғастырсаң, жақсы болар еді. Ал енді сені де жаным үйретіп көрейік. Алдымыздағы тақтайшаны жаяйық. Мына әрбір ұяшыққа 9 құмалақтан салу керек. Құмалақтарды бір ұяшықтан алып, бір-бірден ұяшықтарға үлестіру керек. Сонда сен оларды жабасың. Олардың саны ұяшықта жұп болу керек. Онда ол жабық деп саналады. Тақ саналған құмалақтар ашық деп саналады. Егер менде ашық болған жәшікке құмалағын жетер кезінде оларды өз қазандыққа жинап аласың. Ойын соңында кім көп жинаған құмалақты жеңімпаз атанады. Осы ойын зияткерлікке, назарлыққа, мұқияттылыққа үйретеді. Тоғызқұмалақ біздің отбасымыздың басты құндылықтарының бірі. Атадан тараған үлкен мұрамыз. Oyun oynayın. Ya, қазір қанталпай ойын ойнаймыз. Жақсы ма? Қараңыз. Бұларды асықты саламыз, бұлай қоямыз. Бұлай нақызып асықты лақтырамыз. Бұлай қоясың. Міне бұлай. Бұлай бұл қазақстан ұлттық ойындары. Енді мына қызыл асықты лақтырамыз былай. Опа, көрдің бе мен? Әкел, Мари, кім көп жинай, кім көп тигілер, сол жеңімпаз болады. Көрдің бе? Енді мен лақтырып, е? Лақтырамыз. Енді сен лақтырасың. Тигізбе.